Балалар Pupils Book'ның 65-ші бетінің тапсырмаларын орындаймыз. Exercise 1. Do the quiz. Тесті жасаңыз дейді. Are you healthy eater? Сен дұрыс тамақтанатын, яғни адамсың ба, иә? Дұрыс тамақтанасың ба деген осындай тест берілген екен. Біріншісінен бастап жасаймыз. How many meals do we need to eat every day? Бір күнде қанша рет тамақ жеуіміз керек? 2, 2, 3, 3. 3 деген белгілеген, иә? How many fruit and vegetables do we need every day? Бір күнде қанша көкөніс пен жеміс жеуіміз керек бір күнде дейді. Мысалы, 3 fruit and 3 vegetables деп таңдасақ болады, немесе 2 fruit and 3 vegetables. 2 жеміс, 3 көкөніс, 3 жеміс, 3 көкөніс, иә? How many glasses of water do we need every day? Бір күнде қанша стақан су ішуіміз керек? Мысалы ретінде 8-10 деп алайық. Айтсақ болады, өйткені адам бір күнде 2 литр су ішу керек, иә? How much milk do we need every day? Бір күнде қанша сүт ішуіміз керек? 2 стақан деп айтсақ болады, 2 glasses. How many snacks do we need every day? Бір күнде қанша жаңағы тіске басар жеуге болады? 1, біреу жеткілікті. How much sugar do we need every day? Бір күнде қанша шекер жеуіміз керек? Not much, қант немесе көп емес. A lot, көп деген мағынаны білдіреді. How much bread do we need every day? Бір күнде қанша нан жеуіміз керек? 1-2 кусок немесе 4-5 кусок. 1-2 тілім немесе 4-6 тілім, иә? How much vitamin C is there in oranges? Апельсинде витамин С қанша дейді? A lot, көп, иә? Not much, көп емес дейді. Апельсин витамин С-ға бай. Енді жауаптарымызды қарап шығамыз, иә? Мысалы, mostly A болса, сізде mostly A дейді. Көбінесе A жауабын таңдаған болсаңыз, you need to be more careful about what you eat. Сен не жеп жатқаныңа мұқият болуың керек дейді. Ал егер көбінесе B таңдаған болсаңыз, well done, you are a healthy eater. Жарайсың, сен жаңағы дұрыс тамақтанасың деген болады екен. Келесі, exercise to find or draw pictures of healthy eating in groups to a project presented to the class. Енді дұрыс тамақтанудың суреттерін тап, немесе өзіңсіз дейді. Одан кейін топта проект жасаймыз, я жоба жасаймыз, оны классқа көрсетеміз, я, яғни дұрыс тамақтану туралы жоба жасаймыз. Мысалы ретінде интернеттен осындай жаңа суреттер алсақ болады. Eat healthy food, дұрыс тамақтан деген. Бірінші мысалы бұл дұрыс тамақтанудың суреттері, я, не жеуге болады, не жеу керек деген сияқты. Ал екінші бұл зиянды нәрселерді де көрсетсек болады. Мысалы осылар зиян деп. Apples are good for you, chips are bad for you, drink water, not cola деген сияқты сөйлемдер жазып қойсақ болады, иә? Және дұрыс тамақтанған кезде не жеуіміз керек? We need to eat with vegetables, fruits, drink a lot of water, yeah? And we need to not eat a lot of sugar, yeah? Көп қант жемеуіміз керек, көп көкөніс пен жеміс жеуіміз керек, және көп су ішуіміз керек деп айтсақ болады. Осымен барлық тапсырмаларды орындадық. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.